Сәлеметсіздер ме? Қалайсыздар оқушылар? Каналға жазылып қойыңыз, қоңыраушаны басып қойыңыз балалар. Өйткені мен сабақ салған кезде алдыңыздан сіздерге барып тұрады. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Жақсы балалар, бірінші тапсырмаға қараймыз. Оқулықтың 77-78 беттері. Көрнекті композиторлар Чайковский мен Римский-Корсаковтың есімдері бүкіл әлемге танымал. Бізге мында 5 өрнек берген, солардың мәнін табамыз. Енді жауабына қараймыз. Егер оның жауаптары жұп сандар болса, бұл Чайковскийдің шығармалары. Жұп сандар өзіміз білетін 2-ге, 4-ге, 6, 8 және 0-мен аяқталатын сандар. Ал тақ сандар Римский-Корсаковтың шығармалары. Тақ сандарды тұтқанымыз соңғы 1, 3, 5, 7, 9 деген сандармен аяқталатын сандар балалар. Енді мына бірінші тапсырманы, екінші тапсырманы орындап болған соң, 2 бұл бағандап көбейтуді. Енді ары қарай күрделі теңдеуге қарайық. Үшінші есеп. Бірінші мұнда 74 бөлу x-ті жазып аламыз, дәл солай. Теңдеуден кейінгі санды есептеп аламыз. 900 бен 897-ның айырмасы 3-ге тең. Демек, 74 бөлінген x тең 3 деп отқанымыз, бұл біздің енді жай теңдеуге айналдырып алдық, қарапайым теңдеуге. Бұл жерде x-тің мәні 58-ге тең. Екінші теңдеуде әуелі біз көбейтуді орындай аламыз. 125 пен 3-тің көбейтіндісі 375-ге тең. 375 пен y-тің көбейтіндісі 525-ге тең деп біз қарапайым теңдеуге айналдырдық. Бұл жерде y-тің мәні 150-ге тең. Орнына қойып тексереміз оқушылар. Мәтін есеп енді. Есепте әртүрлі тәсілмен шығар деп берген бізге балалар. Асы бір орамда 240 метр мата бар. Екіншісінде 120 метр мата бар. Демек, әуелі біз балалар бірінші қосып болады. Барлық матаның санын анықтаймыз. Мысалға 120-ға 240 метрді қосамыз, сонда барлығы 360 метр мата бар. Келесі сөйлем. Олардың барлығынан қойылымға арналған костюмдер тігілді. Костюмдердің әр қайсысына 4 метр матадан жұмсалды. Сұрақ, қанша костюм тігілді? Ол үшін жаңа айтып өткеніміздей бірінші тәсіл. Әуелі барлық матаны анықтап алдық. Ол үшін 240 метрге 120 метрді қостық. Және шыққан санды 4-ге бөлдік. 4 тұтқанымыз ол бір костюмге кеткен матаның өлшемі. Сонда бізде балалар жауабы 360 метр матадан 90 костюм тігеміз. Бұл бірінші тәсіл. Ал екінші тәсіл жеке-жеке бөлік. Ол үшін міне 240 метрді 4-ге және 120 метрді 4-ге бөліп мәндерін қоссақ болады. Келесі осы есептің әсі, 4-тің әсі. Театрға 72 бала мен 36 ересек адам келді. Олар көрермендер залында бір қатарға 9 адамнан отырды. Сонда неше қатар болды? Біріншісі мұнда да қосып аламыз. Әуелі бала мен ересек адамның санын қосамыз. Сонда барлығы 108 адам келді. 108 адамның әрқайсысы, мысалы, бір қатарға 9 адам отырса, демек 12 қатар керек. Ал екінші тәсіл дәл осылай жеке-жеке бөліп мәндерін қосу. Келесі балалар 5-ші есепке қараймыз. 5-ші есепте амалдардың орындалу ретін сақтау. Мысалы, біріншісіне қарайық балалар. Бізде 4 амал кездеседі. Әуелі азайту амалы, көбейту амалы, азайту және бөлу амалы кездесіп тұр. Біз бұл жерде әуелі бөлуді орындаймыз. Мысалы, 114 пен 2-ның бөлінісін тауып аламыз. Одан соң екінші көбейту амалын, 48 пен 4-тің көбейтіндісін табамыз. Одан соң 2 азайту амалдарын орындаймыз. Екіншісіне қарайық. Бұнда да әуелі көбейтулерді орындаймыз. 58 пен 8-дің көбейтіндісін табамыз. Бұл 464-ге тең. Екінші 73 пен 5-дің көбейтіндісін тауып аламыз. 365-ге тең. Енді мына екеуін қосамыз бала. 464 пен 365-ті. Бұл жерде қосу амал балалар үшінші жүр. Одан соң ең соңғы азайту амалын орындаймыз. Сонда мәні 402-ге тең болады. Үшіншісіне қарайық. Үшіншісі 3 амалдан тұр. Яғни екеуі көбейту және қосу амалы. Көбейтулерді бірінші орындап аламыз. Келесісінде. Жақша тұрса балалар біз әуелі жақшаны орындап аламыз. Ал жақша жоқ болса, өзіңіз білетіндей бөлуден бастайсыз. Мысалы, мұнда
900 азайту 158 қосу 140 бөлу 2 есебінде балалар біз бірінші жақшаны орындаймыз. Жақшада 158 бен 140-тың қосындысы 298-ге тең. Одан соң екінші бөлу амалын орындаймыз. Бөлгенде 149 шығады. Енді үшінші барып азайту амалын орындаймыз. 900-ден 149-ды азайтамыз. Келесі 7-ші есепке қарайық. Мәтін есеп, оны біз әртүрлі тәсілмен шығаруымыз керек. Тігінші 200 ақ және 150 қара түйме сатып алды. Ол әр қорапқа 50 түймеден бөліп салды. Қанша қорап қажет? Бірінші тәсіл балалар жақшаға қосып алсақ болады. Мысалы, қара мен ақ түймені қосамыз, 350 шығады. 350 мен 50-ді бөлеміз. 350-ге 50 бөлеміз, сонда 7 қорап қажет. Бұл бірінші тәсіл. Ал екінші тәсіл жақша ішіне сандарға жеке-жеке бөліп қарауға да болады. Жеке-жеке бөліп мәндерін қосамыз. Келесі балалар, ең соңғы тапсырма 78-ші беттегі 8-ші тапсырма, бос орындарды толтыр дейді бізге. 3 метр 9 дециметр. Әуелі дециметрге айналдырамыз. 1 метрде 10 дециметр болса, 3 дециметрде 30 дециметр. 3 метрде. Оған 9 қосамыз. Демек, бұны әуелі дециметрге айналдырсақ 39 дециметр, ал сантиметрге айналдырсақ, яғни оған тағы бір 0 тіркейміз. 390 сантиметр. Келесісін керісінше жіктеп жазу. Мысалы 548 сантиметр. Бұл тұтқамыз 5 метр, 4 дециметр және 8 сантиметр. 80 сантиметрді миллиметрге өрнектеу керек. 1 сантиметрде 10 миллиметр бар екен білеміз. Демек, мұнда 0 тіркейміз, яғни 800 миллиметрге тең. Келесі 5 сағат 20 минут. Минутқа айналдыру керек. Егер 1 сағатта 60 минут болса, 5 сағатта 300 минут бар. 300-ге 20 минутты қосамыз. Осымен балалар, біздің сабақ аяқталды. Жаңа тағы айтып ескертіп кететіндей, каналға жазып қойыңыздар балалар. Сабақ салған кезде бірден алдыңыздан шығады. Сау болыңыз.